дене шынықтыру. Дене шынықтыру ол шалбардың ішінен киілген трико. Үйде ұмытылып кеткен спорттық киім. Және қыздар. Олардың көзінше әрбір бала өзін Криштиану Роналду сезінеді. Арман, допты мында тепші. Спортивникте және де оқуда күні. Ja байламайсың ба? Біткен жерім осы шығар. Не болды? Қыздар секілді жыланып. Сабақтан кейін сөйлесеміз. Сөйлессек сөйлесеміз. Ол уайымдама. Мен уайымдап жатқан жоқпын. Мен жаурап жатырмын. Енді не істеуге болады? Оның бокспен айналысатынын білесіңдер ғой? Саған да бокспен айналысуға болады. Ай, мені бір жыл күте тұр де. Келесі жыл дәл осы уақытта жолығамыз деді. Сосын бокспен айналыс. Томпақ, сен менің орнымда болсаң не істер едің? Ана пирожки жеп қояр едім. Дидар менен қорқады. Қаласаң өзім сөйлесіп берейін. Таптым. Томпақ, Дидар сенен қорқады. Ал сен Арманнан қорқсаң не болады? Ұят болады. Қазір қоңырауда екеуің ерегесесіңдер. Арман, сен Томпақты шапалақпен салып жіберіп, оған қарай шабуыл жасайсың. Оны көрген Дидар Арманмен сөйлесуге қорқып, үйіне қайтады. Ал маған одан не пайда? Қалай не пайда? Сен досыңды қиындықтан шығарасың. Оның үстіне достық деген ол бақыт қой. Және 2 пирожки. Келістім? Томпақ, бастысы қандай жағдай болса да рөлден шықпау. Соңына дейін біз айтпағанша Арманнан қорқатын болып жүру. Түсіндің ба? Жарайды. Болды, келе жатыр. Томпақ, чота мен сені түсінбедім. Бір емес, 2 емес деген сайын басқа шығатын болдың ғой. Сен қос айтпасын. Бұл не масқара? Апай, негізі біз ойнағамыз. Айтсайшы. Жоқ, апай. Ол мені ұрды. Мен одан қорқамын, апай. Ертең ата-аналарыңсыз мектепке келмеңдер. Барыңдар. Жындысың ба? Айтпайсың ба ойнадық деп? Кешірші, өздерің ғой белгі береміз деген. Енді. Қазір қайтадан кіреміз. Бәрін түсіндіріп айтасың. Түсіндің ба? Жарайды. Апай, кірсек болады ма? Ал, кіріңдер. Апай, біз шынымен де ойнағамыз негізінде. Осындайда ойын болады екен, абай. Ойнадық деп айт деп қорқытып тұр ғой, Жо, апай, мен өз келісіммен қорқып тұрмын. В общем, апай, бәрі бұлай болды. Мен мына қыздардың көзіне күші көп, ешкімнен қорқпайтын жігіт ретінде түскім келді. Сол үшін мына Томпақпен келістім. Мен Томпақты қыздардың көзінше ұрып жату керек болдым. Бірақ сол кезде сіз келіп қалдыңыз. Ренжімеңізші, апай. Екінші рет қайталанбайды. Жарайды. Күштерін тасып бара жатыр екен. Онда менімен бірге жүріңдер.
мамин детівна. Болдық. Бүкіл парталар бітті. Жарайды. Қыздар күштерімнің көп екеніне сенетін болды. Енді мына парталарды қатар-қатарға қойып қойыңдар. Қайдан білейін завуч келіп қалатын. Бәрі дұрыс келе жатты ғой. Бүгінгі жағдай үшін айып етпеші. Мен сені көрмей қалдым. Әдейі емес. Жарайды. Ойын үстінде болды ғой. Бүгін мен кез келген істі ушықтырмай, бір мәмілеге келіп, сөзбен де шешуге болатынын, және қандай жағдай болса да арқа сүйер достарым бар екенін түсіндім.